Шілденің бірінде нөмірі 3 Сәтбаев кен байыту фабрикасы мен Ақши Спасск батыс Жезқазған кеніші өз жұмысын тоқтатты. Фабрикада алдағы уақытта күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілмек. Цех ғимараты ғана емес, ондағы қондырғылар да түпкілікті жөндеуден өткізіледі. Қазіргі сәтте шахтаның беретін пайдасы өте төмен. Ол керісінше компанияны шығынға батырып отыр. В целом ситуация по шахте, сами видите. Жалпы шахтадағы ахуалды өздеріңіз көріп отырсыздар. Жыл басында 4500 тәуліктік өнім алынады деп жоспарланған болатын. Шахта 2500 тәуліктік жүктемені ғана өндіріп отыр. Салдарынан кеніштің рентабелділігі төмендеді. Қазіргіде экономикалық жағдайда ең дұрыс шахтаны тоқтату. Алайда ахуал тұрақталып, қолайлы экономикалық жағдай туындаған сәттен бастап кеніш қайтадан іске қосылады. Жанболат Бөрібаевтың айтуынша, бұл жерде тау-кен жұмыстары 2014 жылы қайта жалғасын табуы тиіс. Бүгінде шахтада 137 адам жұмыс істейді. Олардың әр қайсысы толық режим бойынша жұмыспен қамтылады. Және айлық жалақысы да 100% сақталып қалды. 26 жұмысшы батыс Жезқазған кенішінде жөндеу және қызмет көрсету персоналы ретінде жұмысын жалғастырады. Қалған жұмысшылар қолданыстағы кеніштерге орналастырылды. Нөмір 3 Сәтбаев кен байыту фабрикасының тоқтатылуына түрткі болған басты себеп өндіріс рентабелділігінің төмендеуі. Қазіргі сәтте Сәтбаев фабрикасы өндіретін өнімнің өзіндік құны Жезқазған фабрикасымен салыстырғанда 2 есе артық. Яғни ондағы өнімнің өзіндік құны $1000 болса, Сәтбаев фабрикасында $2100 жетіп жығылады. Если брать по Сәтбаевской фабрике, чтобы она работала. Сәтбаев фабрикасы туралы айтар болсақ, ол толық жұмыс істеуі үшін өндірілетін кеннің құрамындағы руда көлемі орта есеппен алғанда 1,20 болу тиіс. Бүгінгі таңда Жезқазғандағы кеніштердің құрамы 0,60-тан аспайды. Біз Сәтбаев фабрикасының рентабелділігін арттыру үшін руда құрамын 1,20-ға жеткізуіміз керек. Бірақ біз тіпті селективті өңдеу тәсілін пайдаланған күштің өзінде де оған қол жеткізе алмаймыз. Фабрика мен ондағы қондырғылардың тозығы жеткелі біраз болды. Алдағы уақыт ол күрделі жөндеуден өтеді. Нысанды жөндеу мен күзету жұмыстарына 77 адам жұмылдырылды. Қалған 308 адам өз мамандығы бойынша Жезқазған кен байыту фабрикасына ауысады. Әркім өз кәсібі бойынша жұмыс істейді. Нөмір 3 Сәтбаев кен байыту фабрикасы қызметкерлері зауытты қалпына келтіру кезінде Жезқазған фабрикасында толық режим бойынша жұмыс істейді. Олардың жалақысы да 100% сақталды.